Есіңізде болсын, ақша жоқтығы туралы үнемі сөйлесу және ойлану уақытты босқа өткізу ғана емес, сонымен қатар сізге өркендеу әкелмейді. Сіз үнемі бір нәрсенің жоқтығына назар аударсаңыз, сол жоқтықты өз өміріңізге одан әрі тартасыз. Кедейлікке негізделген ойлау тек кедейлікке апарады. Ал алғысқа негізделген ойлау молшылыққа бастайды. Мақсат өміріңіздегі қаржы ағымын бөгеп тұрған сенімдерді анықтап, оларды молшылықпен ойлайтындай етіп өзгерту. Егер сіз табысқа жеткіңіз келсе, сіздің ойлау жүйеңіз де соған сай болуы керек. Менің өміріме табыс тартуға көмектескен 2 аффирмациям бар. Олар сізге де көмектесе алады. Біріншісі, менің табысым үнемі өсуде. Бұл аффирмация сіздің көбірек табыс таба алатыныңызға деген сенімді нығайтады. Бұл шын мәнінде мүмкін. Сіз ақша табу қиын, немесе ақша ешқашан жетпейді деген терең сенімдерден арылуға қол жеткізесіз. Екіншісі, мен барлық бастамаларда табыстымын. Бұл аффирмация табыс белгілі бір жағдайларға немесе жерге байланысты деген сенімнен арылуға көмектеседі. Шын мәнінде сіз кез келген жерде және кез келген іспен айналыса отырып табысқа жете аласыз. Мүмкіндіктер әрдайым бар. Ең бастысы әлемге ашық болу. Мен аффирмациялармен жұмыс істей бастаған кезде менде ақша өте аз болды. Бірақ тұрақты тәжірибе арқылы олар маған қалағанымды жүзеге асыруға көмектесті. Сіздің отбасыңызда ешкім мұндаймен айналыспаған болса да, дәл сіз өз санаңызды ашып, ақша өміріңізге оңай келе алатынына сенім арта аласыз. Егер сіз, мысалы, лотерея ұтып алсам, барлық мәселем шешіледі деп ойласаңыз, қателесесіз. Өйткені бұл сіздің ойлау жүйеңізді өзгертпейді. Сіз осылайша ғаламға мынаны жеткізесіз. Мен жақсы нәрселерге лайық емеспін, тек егер олар кездейсоқ орын алмаса. Ал егер сіз өз ойыңызды өзгертсеңіз, егер сіз өз өміріңізде молшылықтың мүмкін екеніне сенсеңіз, онда ғалам сізге лотереядағы жеңіс алып келер еді деген ойлаған барлық игіліктерді береді. Ең маңыздысы, бұл сыйлар енді сіздікі болып, сіз оларды сақтап қаласыз. Өйткені олар сіздің заңды құқығыңызбен келген болады. Аффирмациялар әсер ету үшін олар шынайы сезіммен және толық зейінмен айтуыңыз керек. Тұрыңыз, қолдарыңызды кең жайып, қуанышпен былай деп айтыңыз. Мен ғаламның барлық сыйлықтарын қабылдауға ашықпын, әрі дайынмын. Мен өмірге алғыс айтамын. Мен ғаламның барлық сыйларын қабылдауға ашықпын, әрі дайынмын. Мен өмірге алғыс айтамын. Ғалам сізді естиді және жауап береді. Мен жаңа керемет идеяларға ашықпын, әрі қуаныштымын. Бұрын соңды болмаған мөлшерде керемет сыйларды қабылдауға дайынмын. Мен ең жақсыларға лайықпын және оларды қабылдаймын. Менің қаржылық шешімдерін жоғары санамен үйлесімді және мен өз әл-ауқатымды арттырып жатырмын. Менің табысым үнемі өсіп отырады. Мен кедейлік санасынан молшылық санасына оңай көшемін.
Мен өзімді жақсы көремін және кім екеніме ризамын. Өмір мені қолдайды, ол маған қажеттінің бәрін береді. Мен бір табыстан екіншісіне, бір қуаныштан басқасына, молшылықтан одан да үлкен молшылыққа қарай жылжып келемін. Мен шексіз молшылық көзімен байланыстамын. Мені жаратқан күшпен біртұтаспын. Мен өмірдің нағыз құдайлық көрінісімін. Мен оның барлық сыйларын қабылдауға ашықпын және дайынмын. Келесі аффирмацияны да қолданыңыз. Мен ақшаны тартамын. Менің өміріме түрлі игіліктер келеді. Бұл ой-сананы өзгертуге және табыс пен байлық тартуға көмектесетін тамаша құрал. Бұл аффирмация екі басты ойды қамтиды. Біріншісі, мен ақшаны тартамын. Мен ақшаны тартатын магнитпін. Бұл сөз сіздің байлық тарту қабілетіңізге сенімділік береді. Магнит темірді оңай тартатын секілді, сіз де ақшаны өз өміріңізге оңай тарта аласыз. Ақшаға байланысты барлық шектеуші сенімдерден бас тартыңыз. Мен қай жерде жұмыс істесем де, мені бағалайды және еңбегіме жақсы төлейді. Береке сарқылмайтын ағынмен өміріме құйылып жатыр. Мен махаббатқа толы үйлесімді ғаламда өмір сүремін және бұған шексіз ризамын. Өмір маған қандай сый ұсынса да, мен оны қабылдауға ашықпын. Мен айналамды қоршаған молшылыққа ашықпын. Мен табыс табуға арналған шексіз мүмкіндіктерді тартамын. Өмір менің барлық қажеттіліктеріме керемет жомарттықпен жауап береді. Мен ғаламға сенемін. Мен ақша тартатын магнитпін. Молшылық менің өміріме ағылып келіп жатыр. Тартылы заңы менің өмірімде тек жақсылықты жасайды. Менің әрекеттерім шексіз молшылықты тудырады. Мен кедейлік тудыратын ойлаудан бас тартып, молшылықты тартатын ойлауға көшемін. Бұл өзгерістер менің қаржылық жағдайымнан көрініс табады. Мен молшылық энергиясымен үйлесімде өмір сүремін. Өмірімдегі барлық жақсылық үшін шын жүректен ризамын. Әрбір жаңа күн маған жаңа жағымды тосын сыйлар алып келеді. Қаржылық әл-ауқат менің басты назарымда. Мен оны сәтті қолдаймын. Мен шоттарды махаббатпен төлеймін. Әрбір чекті қуанышпен жазамын. Молшылық менің ішімнен қуатты ағынмен ағып өтіп жатыр. Ақша маған жоспар бойынша да күтпеген жерден де келеді. Мен ең жақсыларға лайықпын және оларды қабылдаймын. Менде бар нәрсе үшін және алатын игіліктерім үшін алғыс айтамын. Енді мен ақша келуіне кедергі болмаймын. Мен оларды қуанышпен қабылдаймын. Өмірдің сыйлары маған әр жақтан және әр түрлі жолмен келіп тұрады. Мен өз ішкі даналығыма сенемін. Сіздің ішіңізде ғаламның шексіз даналығымен байланысқан нәрсе бар. Барлық сұрақтарыңыздың жауабын дәл сол жерден таба аласыз. Өзіңізге сенуді үйреніңіз. Күнделікті істермен айналысқанда мен өз ішкі даусымды тыңдаймын. Менің интуициям әрқашан менің жағымда. Мен оған сенемін және ол сенімді әрқашан ақтайды. Мен қаржыға қатысты оң ойлаймын. Бұл менің әл-ауқатымнан көрініс табады.
Егер сіз ақша табу өте қиын деп ойлайтындардың қатарынан болсаңыз, бұл аффирмация сізге ақшаның өміріңізге оңай және табиғи жолмен келе алатынын ұғынуға көмектеседі. Менің өміріме әрдайым сан алуан игіліктер келеді. Бұл өмірдің барлық салаларында сәттілік тартудың көрінісі. Молшылық тек ақша емес, бұл бақыт, денсаулық, махаббат және қанағат сезімі. Әртүрлі игіліктерді тартамын дегенде, сіз ғаламға тек ақша ғана емес, жалпы игілік маңызды екенін айтасыз. Осылайша, сіз әртүрлі салада жетістікке жетесіз. Бұл аффирмацияны қайталау арқылы сіз өз санаңызға жаңа сенімдерді орнатасыз. Нәтижесінде сіздің мінез-құлқыңыз өзгеріп, ақшаны және жетістікті оңай тартатын адамға айналасыз. Басты мақсат сіздің дүниетанымыңызды өзгерткеннен кейін өміріңіздегі барлық оқиғалар жаңа позитивті сенімдерге сай болуы. Бұл сізге көп ақша мен әртүрлі игіліктерді тартуға көмектеседі. Есіңізде болсын, аффирмациялар ең жақсы нәтижені сол мақсатқа апаратын нақты әрекеттермен үйлескенде береді. Сенімдеріңізді өзгертумен қатар молшылықты арттыратын нақты әрекеттер де жасау маңызды. Аффирмациялармен жұмыс ең жақсы нәтиже береді, егер ол шынайы эмоциялармен және сеніммен айтылса. Аффирмацияларды сезіммен және сәйкес интонациямен айтыңыз. Және табыстың кілті тұрақтылық екеніне ұмытпаңыз. Оларды күн сайын қайталаңыз және табысыңызды арттыратын, жеке қаржыңызды басқару дағдыларын жетілдіретін әрекеттерді жалғастырыңыз. Мұның бәрі бірге қаржылық әл-ауқатты құруда кешенді тәсілді қалыптастырады. Сіздермен бірге болған Луиза Хей. Мен сіздерді жақсы көремін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Өз сүйікті ақшалай аффирмацияларыңызды комментарийге жазып бөлісіңіз. Келесі кездескенше. Сіздермен бірге болған Рухани жарық каналы.